Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен бүгін компот жабуды көрсетемін. Ол үшін мен 1,5 кило қара өрік алдым, 1,5 кило сары өрік алдым и 1 килограмм алма алдым. Қазір жауып көрем неше банка шығатынын. Ол үшін бізге банка қайнату керек, крышка қайнату керек. Біз банка мен крышканы алдын ала қайнатып аламыз. Крышка 5 минутта қайнайды. Банка бір 10-15 минут қайнайды. Барлық жемістерді жуып алдым. Енді алманың сыртын аршимын. Құрметті көрермендер, мен каналды жаңадан ашып жатырмын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі видеомда менімен бірге болыңыздар. Тағы да жақсы видео салып тұрамын. Осылай міне сыртын ашып, бөліп бұлай турап аламыз. Барлық алманы осылай жасаймыз. Мінекей алманы тазалап алдым, қабығын аршып. Енді банкамызға саламыз. Араластырып мөлшерімен саласыздар. Міне, бір банке осылай болады. Қолыңызда басқа жеміс жидек болса, виноград болса, жаба берсеңіздер болады. Мен қолымда бары осылар. Осылай болады. Әркім өзі жақсы көретін жеміс жидегінен жабуға болады. Виноградтан да жапса болады, алмамен, өрікпен араластырып. Болды. Банкіге 1-2 алма салып жіберейін. Алма артылды. Мінекей алмамыз да бәрі жетті. Өріктерді салып жіберуге болады артылған. Бұлай толтырып салып жіберсек болады. Мінекей 4 банка шықты. Енді үстіне қант саламыз. Енді әр банкіге 200 граммнан қант саламыз. Осылай 4-еуіне де саламыз. Мінекей суымыз қайнады. Қазір банкіге құямыз. Банкіге суымызды құямыз. Төрт банкіге де суымызды құйып алдық. Енді аузын жабамыз. Осылай біраз араластырып жіберсеңіздер болады. Түбінде қанты ериді.
Түнде қанды еріп кетеді. Мінекей менде осындай 4 банка шықты. Түсі өте керемет болды. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Аман болыңыздар.